Сәлем достар, бүгінгі влогым осылай басталды. Сіздерге үйдің есіктің алды дейміз ғой. Сіздерге бір шоу көрсетейін. Қазір мен далаға шығып баратырмын. Балалар далада, кішкентай қызым менен коляскада таза ауада ұйықтап жатыр. Мынау біздің есіктің алды. Алдында үйге қонақтар шақырып, артықна стол анамаға шығарып едік. Қазір мынау менің өсірген гүлдерім. Қазір уже күз мезгілі, сол себептен уже нетіп жатыр. Гүлдеріміз тұқымдап, тұқымдар уже жерге түсіп. Начиная цветок гүлі ғой, түнде шығады осылай, күндіз жабық тұрады. Мынау ар жағы біздің огород кішігірім. Мынау үйдің сырты. Осылай. Мынау үйіміз кішкене әлі бітіріп. Үйдің іші бітті, бұлай енді сырты да бітті, бірақ әлі де бітірмеген жерлеріміз бар. Например, мұнай төбесін жасатуымыз керек дегендей. Енді сіздерге жүріңіздер, мына жерде біз не соғып жатырмыз? Баня соғып жатырмыз. Складта шырым-пырымдар тұрады. Үшінші есігіміз времянка болады. Жазда шай ішіп, тамағымызды ішіп, осы времянка деп отырамыз. Алла қаласа, басаман болса. Ал арғы жағы, арғы есігіміз қазан ошақ дейміз ғой. Мысалға, бауырсағымды, беш бармақ, ет ассақта, бауырсақ жасасам да осы жерге. Міне. Атам мен жолдасым осы жерге маған қазан ошақ жасап береді. Орындар тұр осы жерге. Мына жерге столымды қойып, май бәрі осы далада болады, сасып тұрмайды үйдің іші. Мынау бізде погреб. Бұл жерде қыста мысалға банка, варенье, соленье, сондай басқа осы жерге салып отырамыз. Картошка, пияз дегендің бәрін осылай соғып жатырмыз. Сіздерге ішін көрсетіп шығайын. Мынау есіктің алды енді құм болып жатыр. Есіктің алды кішкене шашыңқырап жатыр. Алла қаласа бәрі реттеледі. Мынау времянканың жаздық летник дейміз ғой, времянканың терезесі, мынау есігі. Іші осындай кең. Налевкасын қойып қойдық. Ішін сыртын бәрін сылап сөйтіп қойдық. Төбесінде дегенде енді әлі шатыры бар, салынбаған. Мынау қызым ойнап жүр. Ұлдарым ойнап жүр есіктің алдында. Мынау келесі склад. Бұл складта жаңа күйеуімнің шұрым-пұрым заттары болады ғой. Шеге, мынау кәдімгі кірпіш қой. Соны бұлай кері аударып, осылай полочка сияқты жасап қойған. Ана өздеріне кішігірім осындай артық заттарын осы складқа қойып отырады. Келесі бізде баня. Мынау баняның кіреберісі. Иә. Мына жақта жаңағы киім ілетін жеріміз. Кірген бетте баняның осындай кіреберісі болады. Мына жуынатын бөлмесі болады. Баняның осы жерде. Ал мына жері пар дейміз ғой. Сондай пар қып жасап жатыр енді. Мен өзім баняны онша қалай бермеймін. Айына 1-2 рет түссем де жетеді маған. Үйде душым бар. Душқа, баняға түсе береміз. Алла қаласа, басаман болса, осы времянканың до и послесін жіберем ғой, фотосын, видеосын, сөзі көресіздер қалай болғанын. Мына енді есіктің алды кішкене құм, яқта цемент, мыналар кішкене шашырап жатыр. Айтады ғой, бір сөз бар ғой, Москва бір күнде құрылған жоқ дегендей. Сол секілді времянкамызды Алла қаласа бітіреміз. Шатырлары қалды, шатырын жасатуымыз керек. Сол міне біздің кішігірім рум-тур деп қояйын есіктің алдына.
Мына менің қызым, ұлдарым өздері ойнап жүр есіктің алдында, таза ауада. Как раз күз кезінде, скоро қыс басталады. Таза ауада бүгін күн жып-жылы, жақсы болып тұр. Мен сол қолым босай қап, сразу видео түсіріп атқан жайым бар. Менің ұлым Айсұлтан деген сіздер танисыздар. Міне өздері құмға ойнайын деп жатыр, інісі екеуі. Машиналарын алып шықты. Мынау менің Нұрмұхамед деген ұлым. Машинасымен ойнай ғой. Машина ойнайын деп жатсың ба? Ағасымен ойнайын деп жатыр. Құмға. Өздеріңіз түсінгендей, біз деген жер үйде тұрамыз осындай. Міне, есіктің алды осындай. Мынау топка дейміз ғой. Мына бөлме бөлік. Жаңағы газдың заттар тұрады. Мына үйдің сырты дегендей. Бұл бізде 2 этажный дом емес, бұл полторашка дом. Есіктің алдында енді мән бермеңіздер. Артық заттары артымен тұр. Соларды бұйыртса времянкамыз бітсе реттеп бәрін орнына қоямыз. Мына осындай. Мынау біздің өсірген гүлдеріміз, роза гүлдеріміз ақырындап. Қазір сіздерге мына бетін көрсетейін. Бізде үйдің артқы жағы дейміз ғой. Мына жерде біздің итіміз жатыр. Ар жағы летний душ дейміз енді. Пока клем. Мына үйдің сырты осындай. Мына жағы әлі краскамен біткен жоқ, аяқ жағы. Мына жерде не бар еді? Алма ағаштар. Атам мен апамыздың өзі балаларына, немерелеріне де өсірген алма ағаштары. Шетінен ақырын алма беріп жатыр. Ауыз тидік. Бай жақсы. Осындай міне. Мынау келесі көрші үйлер. Үйдің арт жағы дегендей. Енді менің влогым осылай басталды. Мынау енді огород. Бұл жерде атам өзі жаңағы помидор, қиярын, перец, сондайлар егеді. Мына жақта малинасы бар дегендей. Енді біз оларды алатын, алып жейтін жеп қойдық уже. Мынау енді күз мезгілі ғой, уже аналар шіріп, қурап сөйтіп жатыр. Жазды күні жақсы болып тұрады. Бұйыртса осының бәрін, артық заттың бәрін тазалаймыз. Сол. Міне қазір балаларыма барайын. Мен онша-мұнша өзімді видеоға көп түсіре бермеймін. Білмеймін, ұнатпаймын өзімді түсіруімге. Сондықтан балаларымды осылай түсіріп жүрем. Міне қазір өздері ойнап отыр. Нұрмұхамед деген ұлым машинамен ойнап отыр. Балам, жерге отырмасаш? Құмға отырмаш, балам. Қазір күн салқын. Жазды күні, ой, құмның үстіне аунады ма? Рахаттанып ойнады. Жалаң аяқта жүргізді құмның үстінде. Негізі осындай таза құмның үстінде жазды күні жалаң аяқ жүрсе, бала қыстығына ауырмайды дейді ғой. Енді қазір салқын, құмда салқын, отырмай деп атым, отырып алады. Нұрмұхамед, жерге отырмаш, құмға отырма, балам. Салқын тиеді. Айсұлтан, тәтесі екеуі, аяр тәтесі екеуі ойнап жүр. Білмеймін, не ойнап жүргендерін өздерінше әйтеуір. Ауыл вайп деген ойнап жатыр. Бұл нен аяқта не соғып жатыр? Баня соғып жатыр, е? Пар болады, е, мына жақ? Мына жуынатын жер. Дұрыс, е? Өздері ойнап жүр. Таза ауада осылай ойнаған жақсы емес па? Кешкен үйде отқаннан көрі. Есіктің алды осындай. Танысып алыңыздар. Мынау досы ғой, до.
Послесін кейін біткен соң көрсетеміз, Bir yıldan кейін, наверное. Алла қаласа келесі жазда бәрі бітіп жатар. Сол кезде послесін көрсетеміз. Пока нені көріп алыңыздар, осылай болған қарап алыңыздар. Сосын мен ішін көрсетейін. Күшті. Мына жақта енді мынандай болған өзінде. Артық заттар тұр, пока уақытша. Но тоже мыналар крышаға кететін. Өйткені олар жақсырақ та. Өйткені алар Күшті. Мына шатырға қояды ғой, мына жерге бет-бетіп қағады осылай. Енді біз монша түсіне бермейміз. Еркек адамдар өздері реттеп түсінеді. Өздері ретте жатар. Мынау енді артық заттар тұрған. Осының бәрі бұйыртса алатын алып, салатын салып, реттейміз. Ал аяру. Мына жақты сүріндірем дейді ғой, не түсіндірейін деп жатқан. Ал айта ғой. Бізде мынаның ішінде тауықтар бар. Мынаяқта біз мусор, Тауықтар қазан деген. қанша аталары негізінде Балапан алып берген. қанша 15 штук балапан ба? Иә, 15 штук тауықтың балапандарын алып келген ғой. Сосын мынаяқтан ит кіріп, мынау енді есік ашылып кете беретін да, бұл кішкене. Сосын иттер кіріп өшіп жеген ғой. Ондайда бар, естің алдына енді тауық балапандарын сыртқа шығарып қоямыз ғой. Сөйтсек мысықтар, иттер кеп жеп кетті ғой. Сонымен 15 тауықтың дымы қалмады. Солардың ішінде 3 па жұмыртқа алғанбыз. Иә, балапан тауықтардан, иә. Ама тағы да біреу бар. Ана не тауық кетті ғой, тауық кетті ғой. Мама міне қай жерден тауық еді ме? Мама ал Осындай, иә, осы жерден бір қуыстан тауып алған Айсұлтан бір. Мама жұмыртқа деп жүріп қойдым ғой. Иә. Мама ишананың тағы да бір есік бар. Ояқта бізде ағаштар. Осында не ағаштар? Қазір тұра тұрыңдар, мен өтіп алайын, өте алмай отырмын. Мама ағаштар не дейсің? Қазір өтіп алайын. Осында ағаштар, отқа керек. Керек қой баняға. Ішін көрдіңіздер ме? Мен өзім бірінші көрдім ғой. Мен онша бетіп мына аяқтарға келе бермеймін. Мына жерде аталары ағаштарды, ағаш қоналар. Иә, ағаш. Кесіп, бұйыртсам да қазан ошаққа, баняға, жаққанға осындай Керек болып. дайындап қойыпты. Бірақ біз бойда батырмыз. Yes.Ята еще терезе бар. Терезе бар. Мына сөйтіп ойнайды кейде. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, колокольчиктарыңызды басып, комментария жазып кетіңіздер. Бүгінгі осылай естің алдында кішігірім рум-тур жасадым. Енді мына времянкамыздың бітіп жатса, послесін көрсетеміз. Сау болыңыздар.